22 қазан күні Қожа Ахмет Яссауи атындағы номер 123 мектеп гимназиясында 25 қазан республика күніне арналған 2-ші сыныптар арасында қызықты эстафета жарысы өтті. Оған 12 сынып қатысты. Жеңіс үшін барын салған жарыскерлер өздерінің күштілігін, ептілігін, жылдам екенін, жүйріктігін мен ойын барысында есептеу, тез ойлау қабілеттерін аша білді. Топтық ойында әр сынып өздерінің бірлігіне сүйене отырып достық, қолдау, көмектесу қасиеттерін көрсетті. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. 12 команданың арасында жүйріктер де шығып, бірінші орынды 2-ші В сыныбы, 2-ші орынды 2-ші Ә сыныбы және 3-ші орынды 2-ші А сыныбы иеленсе, қалғандарына қатысқан үшін мақтау қағаздарымен марапатталды. Сіздермен болған жас журналистер үйірмесінің төрағасы Бауыржан Ешмағамбетов.